Аягөз, қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Бүгін жалт-жұлт етіп отырсыз. Жалт-жұлт етіп па? Кеше Қытайдан киімдерін берген ғой, соны. Көзім ашылып қалды ғой. Сіз негізі қандай мамандықты бітіргенсіз? Айтсам күлмейсіз ба? Күлмей. Мұғалім. Қай пәннен? Технология. Папам түсірді. Өнерге түсем деп жыладым. Потом екінші ағам. Ой, Әділ, қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Әділ, ол сіздің мамандығыңыз қандай? Кім? Менің екі мамандығым бар. Біріншісі банк ісі маманы, екіншісі менде қаржыгер. Мәссаған. Мен сұрамаппын мен деген нені бітіргенмін. Международный курс колористики деген бар. Международный школада. Сол. Қайта өмір берілсе, қандай маман иесі болатын едіңіз? Өнерге түссе, үйтіп кетеді, бүйтіп кетеді деп, соны түсірген жоқ. Бірақ мен университетке түскенде сабақ оқыған жоқпын, шынымды айтайын. Көріп отырған мұғалімдеріңізді қалайсыздар? Тек кофе ішетін апайлармен болды. Қайта демек өмір берілсе, сіз бірден өнер жолын таңдайтын едіңіз, иә? Сол үшін туылғанмын. Қай ән айту немесе актриса? Актриса болғыңыз келеді. Үміткеріңізді ешкімнен қызғанып жүрген жақсы ба? Үміткеріммен әңгіме көп негізі. Әңгіме көп айтатын. Байқадым. Сол үшін эфирді көріңіздер, мүмкін біліп қаламыз. Считаю, лучше думать перед браком. Яна айтады, жерден тауып дейді. Десеңді жастарың ұзақ болады дейді. Десеңді жастарың ұзақ болады. Бұлар істесіңдер. Вот видите? Қайта өмір берілсе, негізі медицина таңдайтын едім. Негізі медицинаға тапсырғым келген болатын. Мен деген мамамның өзінің арманы болатын, акушер гинеколог болсаң екен. Сол арманды негізі іске асыратын едім деп ойлаймын. Бірақ үш мамандығыңыз бар екен. Сол салаларда жұмыс істегенсіз ба? Жұмыс істедім. Банкте жұмыс істедім, туризмде жұмыс істедім, финансовый отделында. Одан кейін кәдімгі бір компанияның деген қаржы директорының орынбасарына көтерілгенмін кезінде. Жердегі дүниені алады да, мә Диана дейсіз ба деп маған әкеп беріп отыр. Енді жерге жақын болғаннан кейін қатты жеркемейсіздер деген. Ойбай, тек өзі сондай бірақ. Андай ғой, адам өзін қалай санайды, қасындағы достарды да солай санайды дейді ғой, значит өзі сондай. Сосын андай өлең шығардым.